Еркек әйел. Үнемі жол сапарда жүретіндіктен әртүрлі адамдармен кездесіп жатасың. Бұл жолғы пойыздағы серіктес көршім еркек пішіндес Үміт атты келіншек болып шықты. Екі адамдық купеде екеуміз ғана болғандықтан ол маған көзімен ішіп жеп сұқтана қарай берді. Оның қадала қараған жанарынан сескеніп, мен өзімді жайсыз сезіне бастадым. Бір кезде өзінің орынсыз қылығын сезді ме, орнынан тұрып, үйінен алып шыққан ас ауқатын үстел үстіне қойып, мені дастарханға дәмге шақырды. Көңілім қобалжулы болса да, мен онымен бірге отырып ас іштім. Оның сөзі мен әрбір қимылы еркекке тән болғандықтан, көңілімдегі күдікті жасыра алмай, оған бойындағы ерекшелігі жөнінде сауал қойдым. Менің қойған сұрағыма оның ұнжырғасы түсіп кетті. Кішкенеден кейін еңсесін көтеріп, бойын тіктеп отырып, ішкі сырын былайша сабақтаған еді. Алла тағалам пендесін жаратқанда тағдырын қоса жаратады екен. Сондықтан да болар, үлкендердің маңдайыңа жазғанды көрерсің дейтіні. Мен мұны орта жасқа иық артқанда бірақ түсініп жүрмін. Бұлай дейтін себебім де жоқ емес. Өзің сияқты өзгелердің тамаша өмірін көріп отырып сүйсінесің. Оларда сүйікті жар, сүйкімді ұл-қыз, арқа сүйер ер-азаматы, жылы ұя, отбасы, базары бар. Ал менде ше? Менде осының біреуі де жоқ. Неге? Себебі мен ешкімге керегі жоқ. Еркек әйелмін. Не еркекке назданып еркелей алмаймын, не әйелге сөз салып қырындай алмаймын. Осындай баяны жоқ тағдырымның кесірінен артымда қалар ұрпағым да жоқ. Мен дүние есігін ашқанда ата-анам ақыл-ес тоқтатып, етек басын жинаған естияр жаста екен. Кенжелері болғандықтан болар, ол кісілер мені тым қатты еркелетіп, шолжаң етіп өсіріпті. Әлі есімде, 1-ші сыныпқа барған кезімде әр күні әкем атының алдына отырғызып, мектепке апарып, қайтарда күтіп алып қайтатын. Үйдегі менен үлкен аға-әпкелерім де әкемнен қаймығып, менің бетіме жел болып тиген емес. Мектепте үздік оқушы болдым. Әсіресе жоғары сыныптарда алгебра мен физиканы өте сүйіп оқыдым. Есеп шығарғанда алдыма жан салмаушы едім. Талай жарыстарға барып жүлде де алғанмын. Ал өлең шығарма жазу мен үшін ең керемет сүйікті іс еді. Қиял мен арманның қанатына мініп алып, төрткүл дүниені шарлаушы едім. Бұл шақ менің 13-ке толып, 14-ке аяқ басқан кезім еді. Бірде мектептегі қоғамдық жұмыстарға өзім сияқты араласып жүрген бір қызға есім кете, жігіттерше ғашық болдым. Әлгі қыз көркіне мінезі сай, керемет сүйкімді еді. Өзімнің бойымдағы қызға деген ынтыққан сезімді байқаған күннен бастап, онымен жиі араласып, оған жақындай түстім. Ол менің жанымда болған кезде мендегі ішкі ләззатты, махаббат сезімін айтып жеткізе алмаймын. Жүрегім лүпілдей соғып, жан дүнием езіле, еріп кететіндей күй кешемін. Оның қасына сыныптас немесе өзге жігіттер жуыса қалса, менің ішім алай-дүлей болып, қызғаныш сезімін бастан кешіремін. Олардың біреуіне тиісіп, болмайтын жерде жанжал шығарып, сол сәтте астан-кестеңін шығаратынмын. Оны үйіне дейін ұзатып салу менің күнделікті дағдымға айналған. Басымыз қосылмайтын кей күндері мен оның сыртынан бағып, көзіммен қорғаштап жүретінмін. Бұл кездері ол мені өзіне шынайы берілген жан досына балап жүрді. Бұл кезде өзіме мен кіммін деуге шамамда жоқ еді. Мендегі арман, мендегі сезім тек сол қызға деген ынсарлық қана болатын. Онымен қол ұстасып жүру, кездесіп, қоштасқанда сүйісу мен үшін ең үлкен бақыт еді. Ал ол болса мендегі өзгеріспен ішкі жан дүниемнен мүлдем бейхабар еді. Өстіп жүріп, мектепті де бітірдік. Ол астанамыз Алматы қаласына оқуға түсті. Ал мен әке-шешемнің ыңғайына қарап, ауылға жақын облыс орталығында қалып қойдым. Алғашқы кезде
Екеуміз құрбыларша үзбей хат жазысып тұрдық. Кейін оның өміріне өзі қалаған жан араласқан соң мен мүлде шетте қалып қойдым. Менің жазған 5 хатыма бір ғана жауап келетін. Кейін біртін-біртін мүлде хат жазбайтын болды. Ал 2 жылдан соң үмітімді үздіріп күйеуге шығып кетті. Сол кездегі менің жан күйзелісімді ешкімге айтып жеткізе алмаймын. Және мұндай жағдайды ешкімнің басына бермесін деп тілеймін. Келер жылында оқу бітіріп келіп, жақсы бір мекемеге мамандығым бойынша жұмысқа орналастым. Ұжымда аралас барлық жастағы кісілер еңбек етеді. Бір сөзбен айтқанда, өте ұйымшыл ұжым еді. Барғаннан мені де жатырқамай орталарына тартты. Қызметке тұрғаныма жыл толғанда санатымды жоғарылату үшін бір әріптесіммен қалаға оқуға жіберді. Қасымдағы серігім күйеуге шықпаған, өзімнен 3 жас үлкендігі бар, өте көркем сұлу қыз еді. Құдай сәтін салғанда екеуміз бір пәтерде тұрып жаттық. Оның көңілінде маған деген күдік жоқ. Аңқылдап, кәдімгі ашық жарқын мінезімен жүріп тұрды. Екеуміз де қыз баласы болғандықтан шешініп киінуде қысылу жоқ. Ол өзін тым еркін ұстады. Бұл мен үшін күтпеген әрі керемет жағдай еді. Екеуден екеу оңаша сәттер. Байқаймын, мен оған ғашық бола бастадым. Оның әрбір қимылын қалт жібермей көзіммен сүзсем, жанын тербетер небір әдемі сөздермен ойын арбадым. Бір күні түнде ол киімін шешіп ұйқыға жатқалы жатқан кезінде мен оған еркек болсам сендей сұлу қызды бұлай құшар едім деп қасына жетіп барып аймалап сүйдім келіп. Ол алғашында мені ойнап жатыр деп ойласа керек. Кейін менің шын ықыласыммен беріле жасап жатқан іс-қимылымды байқап тартыншақтағандай болды. Бірақ өзіне де жағып бара жатты ма, көкірегімнен итеріп тастамады. Мен аймалау мен сүйісімді аяқтаған кезде ғана, «Ту, қандай қарулы едің, жігітте сендей батыл болмас» деді күліп. Сол күннен бастап екеуміздің арамыз жақындай түсті. Кез келген уақытта мен оны белінен құшақтап, ынтасын оятып, ең бір сезімтал жерлерінен сипап еліктіретінмін. Сол кезде ол да кетәрі болмай, көзі тұмандана балқи беретін. 2 айлық сабағымыз біткенше екеуміз кәдімгі жігіт пен қыздай жүріп тұрдық. Ол маған үйренгені соншалық, маған өзі келіп жанасатын болды. Сабақ уақыты бітіп, қаладан ауылға қайттық. Жұмысқа келген соң мені айналшықтап қасымнан шықпайтын болды. Кейде үйге де келіп тұратын. Бірақ мен онымен қаладағы оңаша сәттердегідей уақытты қызықты етіп өткізе алмадым. Себебі ата-анам, туған-туыстарым бәрі маған кедергі келтіріп тұрғандай болды. Әрі өзімді еркін сезіне алмадым. Осыдан кейін менде ашуланшақтық, мінезімде жайсыздық пайда болды. Бір күні мені ойлап, әбден жүдеп жадаған жұмыстағы жұптасыма, «Сен менен күдеріңді үзіп, іргеңді аулақ салғың. Сен керемет қызсың, әлі тұрмысқа да шыққан жоқсың. Мен сенің обалыңа қалғым келмейді» дедім. Ол менің сөзімнен кейін әбден жылап мазасы кетті. Кейін оған өткен істі ұмыту қиын болды ма, жұмыстан шығып басқа жаққа ауысып кетті. Ол кеткен соң мен де жетіскен жоқпын. Оны қимай, қайғыдан қан жұтып жүргенімде ойламаған жерден алып қашудың құрбаны болдым. Өзім көріп білмеген жігіт болғандықтан қанша кетемін деп талпынғаныммен ауыл әйелдері сөзбен басып, одан қалса қуғыншыға келген өзімнің туыстарым басу айтып тастап кетті. Амалым құрып, жіпсіз байланып, сол босағада қала бердім. Бәрінен қиыны маған беташардан кейінгі алғашқы түн болды. Мен әлі етегі түрілмеген қыз болғаныммен, жүрегім мен сана сезімім еркекпін деп айқайлап тұр еді. Енді қайтпекпін, не істесем болады? Бұл жағдайдан шығу мен үшін азаптың азабы болды. Ақыры күткен сәтте жетті. Күйеуім қасыма келіп төсекке жайғасқанда оған деген жек көру сезімі мені шарпып өтті. Ал ол болса менің іштегі арпалысып жатқан жан сезімінен
мүлде бейхабар еді. Бірер жылы сөзін айтып, ол мені құшақтап аймалаған сәтте менің бойымды билеген жеркенішті сезім өзімді өлімге қиғанмен пара-пар еді. Ақыры болар іс мен қаламасам да болды. Менің қыз болып шыққаныма қуанған күйеуімнің бақыттан жүзі бал-бұл жанды. Ал мен болсам, өзімді әлдебіреу басып жаншып өлтіріп тастағандай сезіндім. Өзімді жайсыз сезінгендіктен болар, мен үшін сүреңсіз уақыт бір орнында тұрып қалғандай әрең өтіп жатты. Үй тірлігіне иттігім жоқ. Келіндік қызметімді қайынсіңлімнің көмегімен мінсіз атқарып жүрдім. Қайынсіңлім үріп ауызға салғандай әдемі қыз еді. Үнемі қасымнан шықпай еріп жүретін. Екеуміз бірге моншаға барамыз. Ол маған жеңге деп иек артып сырын айтатын. Ал мен болсам, оны құлай сүйіп ұнатып қалғанымды да сезбей қалдым. Ындыным құрып, соны төңіректеймін де жүремін. Ол мен жайында, менің ішкі ойым туралы түкті сезбейтін. Бірақ осының бәрі мен үшін керісінше теріс тірліктер еді. Сондықтан да болар, мен көпке шыдамадым. 4 айдан кейін өз отбасыма оралдым. Артымнан қайта-қайта келген күйеуіме сені қаламаймын деп құтылдым. Күйеуден қайтып келген соң өзімді кінәлі жандай сезініп жабырқап жүрдім. Алдағы өмірімді ойлап, қайтсем де бұл жағдайдан шығудың жолын іздемек болып, үміт артып қалаға келдім. Қалаға келген соң жұмысқа тұрып, жаңа ортамен араластым. Мұнда да мен күтпеген жағдай орын алды. Өзіммен қатарлас Жәния есімді бойжеткенге ынтық болып, оны қолға түсірудің айласын қарастырдым. Маған ол да қиынға түспеді. Табысым жақсы болғандықтан онымен жақын құрбылардай сөйлесіп, сыр тартып, оңаша кездесуді ойластырдым. Ұсынысымды қабыл алған қыз менімен шақырған жердің бәріне барып жүрді. Және оны кез келген уақытта керемет сыйлықтармен таң қалдыратынмын. Бірте-бірте оның маған бауыр басқаны соншалық, пәтеріме қонып қалған кезінде екеуміз бір төсекте ұйықтайтынбыз. Өстіп жүріп, мен оны да өзімнің ыңғайыма көндіріп алдым. Өзі де кетәрі болмады. Және анасымен бірге тұратын. Оның анасы екеуміздің достығымыздан пәлендей теріс қылық байқамайтын. Қайта екеуің бір-біріңсіз ас ішпейсіңдер, нағыз достар сендерде болсын, тіл көзден аман болыңдар деп қоятын. Екеуміз де істеп жүрген тірлігімізді ішіміз сезсе де сыртқа білдірмейтінбіз. Ол маған жұмыста да мені өзгеден қызғанып білдіріп қойма дейтін. Басымнан өткен қиыншылықтарым артта қалып, енді ғана нағыз бақытты күндер басталғанда мен тағы да ойламаған жерден жалғыз қалдым. Жұмыстан қайтқан Жәния кешкісін базарға соғып, үйіне азық-түлік алып қайтып келе жатқан кезінде бағдаршамның жанған көзіне қарамаған көлік иесі Жәнияны мерт етіпті. Сол жерде жан тәсілім еткен сүйіктімнің қабарын ертесіне таңертең жұмысқа барған соң бірақ естідім. Қандай аянышты еді. Қайғыдан көкірегім қарс айырылды. Күнді күнге, түнді түнге ұрып зар еңіредім. Оның орнын өзі сияқты ешкімде толтыра алмайтын еді. Менің өмірімде оған ұқсайтын жан енді кездеспейді де. Осыны ойлап, мен қан жылап, қайғымды ащы сумен басатын болдым. Жұмысым да қажырап кері кетті. Жұмыс барысында ішкен адамды кім жақсы көрсін? Басым ауырып жиі-жиі жұмысқа келмей қалатын кездерім де көбейіп кетті. Ақырында жұмыстан өздері шығарып жібермей тұрғанда өз еркіммен кетейін деп арыз жазып жұмыстан шығып кеттім. Енді бос сенделіп жүретін күндерім көбейді. Қайта жұмысқа тұру үшін өз-өзіме келіп, жібі түзу адам қатарына қосылуым керек болды. Осындай күндердің бірінде дүкеннен азық-түлік алып тұрғанымда өзімнен жасы біршама үлкен әйелмен сөйлесіп қалып, сөзіміз жарасып кетті. Өзін Дина деп таныстырған әйелгі әйел менің жұмысқа орналасуыма көмектесті. Енді бұрынғыдай көп ішуді тоқтатып, анда-санда аздап қана ұрттайтын болдым. Бұлай жасауыма Динаның ықпалы тиді. Ол екеуміз жас ерекшелігімізге қарамай бір-бірімізді түсініп,
кәдімгідей жұп құрдық, бірақ бір үйде тұрмадық. Себебі оның араласып тұратын таныстары, туған-туыстары баршылық еді. Ол мені өзінің еркегіндей күтті, бірақ менен толықтай еркектен алатын ләззатты ала алмады. Мен оны өзімде түсініп сезетінмін. Амал қанша, Алла мені солай жаратып, әйел басымен әйелге құмар етіп қойса. Динамен де ара қатынасымыз ұзаққа бармады. Оның себебін айтып, оның да өзімнің де еңсемді түсірмей-ақ қояйын. Дина екеуміздің баянсыз махаббатымыздан кейін жабырқап жүргенімде Ақжарқынды кездестірдім. Ол науқас күйеуіне дәріханадан дәрі-дәрмек алып жатқан кезінде төлейтін ақшасы жетпей қалып, мен оның ақшасын төлеп жібердім. Сол күні ол маған ризашылығын білдіріп, үйіне шайға шақырды. Мен оның шақыруын қабыл алып, өзімен еріп үйіне бардым. Жатын бөлмеде жатқан науқас күйеуінің жағдайы тым қиын екен. Әрі өздерінің де жағдайлары мәз емес еді. Осыдан кейін Ақжарқынға жаным шындап ашыды. Оған дәрі-дәрмек және азық-түлік жағынан көмектесіп тұрдым. Ол бірде, сен маған ешкімдей емессің, бірақ неге сонша жаның ашып көмектесесің деді. Мен оған, сен маған ұнайсың, сондықтан да сенің жетіспеушіліктен қиналғаныңды көргім келмейді дедім. Ол маған таңырқай қарап, әйелге әйел ұнаушы ма еді, сен де айтады екенсің деді. Мен иә деп жауап бердім де оны аймалап сүйдім. Ол менің ырқыма көніп, көзін жұмып тұра берді. Екеуміз сол түні нағыз ләззат түнін өткердік. Ол да күйеуі ауырған 5 жылдан бері шөліркеп-ақ қалған екен. Қолымнан келгенінше мен оны риза еткендеймін. Бұдан кейін екеуміз қалаған уақытымызда кездесіп тұрдық. Менің қайтадан өңім кіре бастады. Оның да жағдайы дұрысталып, ештеңеден тарықпады. Мен тапқанымның бәрін Ақжарқынның мұқтажына жұмсадым. Ақжарқын енді есін жинап келе жатқанда күйеуі қайтыс болды. Балалары жас, әрі жинағаны жоқ болғандықтан мен оған тағы да көмектестім. Бұл үшін ол маған өте риза болды. Екеуміз керемет сыйластықта болдық. Кейде бойымдағы еркекке тән қасиет бой көрсетеді ме, арақ ішіп алып Ақжарқынға еркектігімді білдіретінмін. Кірлен әкел, құсамын, мұздай су әкел, ішемін, және тағы басқа сол сияқты сөздерді айтып мазасын алатынмын. Ол осының бәріне көніп айтқанымды істейтін. Екеуміз осындай өмірмен 10 жылымызды өткізіппіз. Ең ұзақ жасасқаным да осы Ақжарқын болыпты. Кейін оның ұлдары азамат болып, екеуміздің кездесіп тұруымызға кедергілер көп болып кетті. Содан кейін екеуміз біржолата қоштастық. Мен өзімнің басымдағы осы жағдайыммен алысып жүріп, туыстарымнан да алыстап кетіппін. Қазір жасым 40-қа келді. Көп ойланып, терең күрсінемін. Мені Құдай неге бұлай жаратты екен? Еркек болып бала туғыза алмасам, әйел болып дүниеге ұрпақ әкелмесем, кім үшін, не үшін келдім өмірге? Менің қиналысым мен жан күйзелісімді түсінетін жан бар ма екен мына жалған дүниеде? Әйел бола тұра, ана болып бесік тербете алмау, әйел бола тұра бір отбасының ұйытқысы бола алмау, бұл үлкен қасірет екен. Мені бұл қасіреттен құтқаратын жан болса, мен бәріне төзіп, көтеріп алдым. Мейірімді де қайырымды адамдар, мен сіздерге сенемін. Көмектесіңіздерші маған.